Саламатсыздар ма? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәні бойынша 8-ші дәрісімізді бастайық. Дәріс тақырыбы киберқауіпсіздік. Дәрістің мақсатына тоқталатын болсақ, киберқауіпсіздіктің негізгі принциптерін, ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлерін, қорғау шаралары мен құралдарын меңгеру болып табылады. Дәріс жоспары: бірінші, ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлері және олардың жіктелуі. Екінші, зиянды бағдарламалар. Киберқауіпсіздік индустриясы, киберқауіпсіздік және интернетті басқару. Ақпаратты қорғаудың шаралары мен құралдары. Бесінші сұрақ: электрондық цифрлық қолтаңба және шифрлауды қарастыратын боламыз. Ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлері және олардың жіктелуі. Қауіпсіздік қатері деп пайдаланушыға тікелей немесе жанама түрде зиян келтіретін, жүйеге ықтимал қауіпті әсерлер түсініледі. Қатерді тікелей жүзеге асыру шабуыл деп аталады. Болуы мүмкін қатерлер мен қорғаныстың осал жерлері туралы білу, оларды әдетте осы қатерлер пайдаланады. Ол қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең үнемді құралдарын таңдау үшін өте маңызды. Ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қатерлердің негізгі 3 түрін ажыратуға болады. Біріншісі, рұқсат етілмеген қол жеткізу. Яғни пайдаланушының ұйымда қабылданған қауіпсіздік саясатына сәйкес рұқсаты жоқ компьютерлік жүйелерге, желілерге немесе деректерге қол жеткізе алуы. Екінші, тұтастықтың бұзылуы. Деректердің тұтастығы ақпараттың өзгеріссіз және дәл болып қалуын білдіреді. Тұтастықты бұзу қатері бұл жасаушының немесе оның иесінің рұқсатынсыз деректерді кездейсоқ немесе қасақана өзгерту немесе жою мүмкіндігі. Үшінші, ақпараттың ашылуы. Ақпараттық қауіпсіздік қатерінің бұл түрі құпия болып қалуы керек сезімтал ақпараттың жайылып кетуін және оның таралуын білдіреді. Кездейсоқ және қасақана қатерлер болады. Кездейсоқ қатерлер жабдықтың немесе программалық жасақтаманың қателіктерімен, адамның қателіктерімен, форс-мажорлық жағдайлармен байланысты. Ал қасақана қатерлер ақпараттық жүйелерді пайдаланушыларға зиян келтіру мақсатын көздейді және белсенді және сылбыр болып бөлінеді. Сылбыр қатер бұл жүйенің күйін өзгертпестен ақпаратқа рұқсат етілмеген қолжетімділік. Ал белсенді қатер ақпаратты ұстап алу және өзгерту әрекеттерімен байланысты. Ақпаратқа және басқа ресурстарға заңды түрде қол жеткізуді әдейі бұғаттау болып табылатын, қызметтен бас тарту, артықшылықтарды заңсыз пайдалану, зиянды бағдарламалар сияқты қатерлер де жиі кездеседі. Ақпараттық қауіпсіздік қатерлерінің жіктелуі: ақпаратты ұрлау немесе оны көшіру, ақпаратты жою, ақпаратты өзгерту немесе бұрмалау, ақпараттың қолжетімділігін бұзу немесе бұғаттау, ақпараттың түпнұсқалығын жоққа шығару және жалған ақпарат тағу. Зиянды бағдарламалар. Зиянды бағдарламалар компьютерге, желіге немесе серверге зиян келтірілуі мүмкін кез келген бағдарлама немесе файл болып табылады. Зиянды бағдарламалар құпия деректерді ұрлайды, шифрлайды және жояды. Негізгі есептеу функцияларын өзгертеді немесе ұстайды және компьютерлердің немесе қосымшалардың белсенділігін қадағалайды. Вирус. Бұл вирустың көшірмесін өзіне қосатындай етіп, оларды өзгерту арқылы басқа бағдарламаларға жұқтыруға қабілетті бағдарлама. Трояндық ат. Бұл жасырын немесе айқын бағдарламалық кодты қамтитын бағдарлама. Оны орындау кезінде қауіпсіздік жүйесінің жұмысы бұзылады. Құрт. Бұл өзінен өзі көбейетін байланыс желілері бойынша жүйелер мен желілерде таралатын бағдарламалар. Бұлардың барлығы зиянды бағдарламалар тобына жатады. Руткиттер. Бұл қылмыскерлердің немесе зиянды бағдарламалардың әрекеттерін көрінбей етіп жасайтын бағдарламалар. Руткит қылмыс іздерін жасыра отырып, киберқылмыскерлерге жүйеге кіруге, оны басқаруға, тыңшылыққа, деректерді ұрлауға, зиянды бағдарламалар мен шабуылдарды жүргізуге көмектеседі. Бэкдор.
яғни артқы есік дегенді білдіреді. Компьютерді алыстан басқаруға мүмкіндік беретін қосымша. Бэкдор бұл компьютерге, смартфонға және тағы басқаларға рұқсатсыз кіруге мүмкіндік беретін осалдық. Басқаша айтқанда, бұл қаскүнем басқа біреудің құрылғысынан деректерді алып, оны қашықтан басқара алатын саңылау. Жүктеуші зиянды бағдарламаларының толық нұсқасын одан әрі жүктеуге арналған код. Зиянды бағдарламалар класына сниферлерді, яғни снифер деп отырғанымыз желілік пакеттерді ұстап қалатын бағдарламалар. Интернетке қосылған компьютерден кіретін және шығатын трафикті талдайтын бағдарламалық жасақтама. Яғни зиянды бағдарламалар класына сниферлерді, парольдерді таңдау бағдарламаларын, буфердің толып кетуіне шабуылдарды, кейбір қосымшаларда дизассемблер мен ретке келтіргіштерді жатқызуға болады. Кибер қауіпсіздік индустриясы. Бұл пайдаланушының немесе жүйенің ақпараттық қауіпсіздігіне жауап беретін сала. Бұл сектордың негізгі компанияларына Cisco Systems, Software Technologies, Checkpoint, McAfee және Kaspersky зертханасын жатқызуға болады. Кибер қауіпсіздік және интернетті басқару. Халықаралық электр байланысы одағының ұсынымына сәйкес кибер қауіпсіздік ұйым мен пайдаланушының ресурстарын, кибер ортаны қорғау үшін пайдалануға болатын құралдар, стратегиялар, қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптері, қауіпсіздік кепілдіктері, басшылық принциптері, тәуекелдерді басқару тәсілдері, іс-әрекеттер, кәсіптік даярлық, практикалық тәжірибе, сақтандыру және технологиялар жиынтығы болып табылады. Ұйым мен пайдаланушының ресурстарына қосылған компьютерлік құрылғылар, персонал, инфрақұрылым, қосымшалар, қызметтер, электр байланыс жүйелері және кибер ортада берілген және сақталған ақпараттың барлық жиынтығы кіреді. Кибер қауіпсіздік кибер ортадағы тиісті қауіпсіздік қатерлеріне қарсы бағытталған, ұйымның немесе пайдаланушының ресурстарындағы қауіпсіздік қасиеттеріне қол жеткізу және сақтау әрекетінен тұрады. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жалпы міндеттеріне мыналар жатады. Біріншісі, деректердің құпиялылығы. Бұған тек өкілеттілігі бар адамдар ғана қол жеткізе алады. Екінші, қолжетімділік. Қол жеткізу құқығы бар нақты пайдаланушылар ғана ақпаратты пайдалана алады. Деректердің тұтастығы. Ақпараттың рұқсат етілмеген өзгеруіне тосқауыл қоюды көздейді. Төртінші, түпнұсқалық. Ақпараттың толықтығы және жалпы дәлдігі. Соңғысы, бас тартпаушылық, яғни ақпараттың шығу көзін немесе авторлығын анықтау мүмкіндігі. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің басты мақсаты деректерді сыртқы және ішкі қатерлерден қорғауға кепілдік беру. Ақпаратты қорғаудың шаралары мен құралдары. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ақпараттық жүйелерде ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мынадай әдістер қолданылады. Кедергі, қолжетімділікті басқару, шифрлау механизмдері, зиянды бағдарламалардың шабуылдарына қарсы іс-қимыл, регламенттеу, мәжбүрлеу және ниеттендіру. Қауіпсіздік құралдарына мыналар жатады. Техникалық. Бұл ақпараттық жүйелерге тәуелсіз жұмыс істейтін және қатерлерге қол жеткізуге кедергі келтіретін кез келген механикалық, электрлік және электрондық механизмдер. Келесі, аппараттық. Бұл ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелерге ендірілген кез келген электрлік, электронды, оптикалық, лазерлік және басқа құрылғылар. Бағдарламалық жасақтама. Бұл ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді шешуге арналған қарапайым және кешенді бағдарламалар. Ұйымдастырушылық. Бұл ұйымдық техникалық және ұйымдық құқықтық құралдардың жиынтығы болып табылады. Шифрлау және электрондық цифрлық қолтаңба.
Кең таралған қорғау шараларының бірі шифрлау және электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану болып табылады. Шифрлау дегеніміз бұл деректерді тиісті ақпаратсыз оқуға болмайтын түрге түрлендіру. Міндет, егер олар шифрланған деректерге қол жеткізе алса да, оған арналмаған адамдардан ақпаратты жасыру арқылы құпиялықты қамтамасыз етуден тұрады. Ақпаратты шифрлау кепілдік береді. Бөгде адамдар үшін ақпараттың қол жетімсіздігі, ақпараттың түп нұсқалылығы, яғни ақпарат бұрмаланбаған түрде түседі, ақпараттың тұтастығы, жеткізілетін деректер жіберу процесінде өзгеріссіз қалады. Электрондық цифрлық қолтаңба бұл криптографиялық алгоритм бойынша арнайы бағдарламалық құрал арқылы қол қойылатын электрондық құжатты түрлендіру арқылы қалыптасатын байттар тізбегі және электрондық құжаттың авторлығын тексеруге арналған. Электрондық цифрлық қолтаңба электрондық құжаттың түп нұсқалығын, тұтастығын және авторлығын растау болып табылады. Электрондық цифрлық қолтаңба бұл электрондық тіркеу куәлігін, бұдан әрі мәтін бойынша, яғни сертификат, және электрондық цифрлық қолтаңба жабық кілтін пайдалана отырып, ақпаратты криптографиялық түрлендіру нәтижесінде алынған электрондық құжаттың деректемесі, немесе қолмен қол қоюдың баламасы болып табылады. Электрондық цифрлық қолтаңба жабық кілті мен сертификаты смарт-картада шығарылады. Бұл осы ақпараттың тұтастығын бұзуды және электрондық цифрлық қолтаңба жабық кілтін көшіруді болдырмайды. Смарт-карта пин-кодпен қорғалған. Бұл оны тек сертификат иесінің пайдалануына кепілдік береді. Сертификат иесін анықтауға мүмкіндік бере отырып, электрондық цифрлық қолтаңба электрондық құжатты қолдан жасаудан қорғауға, сондай-ақ ондағы ақпараттың бұрмаланбауын анықтауға көмектеседі. Электрондық цифрлық қолтаңба шифрлаудың жалпы алгоритмдеріне мыналар жатады. РСА, Гамаль, ДСА алгоритмдерін жатқызуға болады. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы стандарттар мен спецификациялар. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі шаралары мен құралдарын сипаттауға мүмкіндік беретін бірқатар стандарттар мен спецификациялар бар. Үлестірілген жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі X800 ұсынысымен реттеледі. Ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін бағалау критериялары ISO стандартында сипатталған. ISO 17799 2005, яғни бұл ақпараттық технологиялар, қауіпсіздік технологиялары, ақпараттық қауіпсіздік менеджментінің практикалық ережелері. ISO 27001 ақпараттық технологиялар, қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері, ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелері және талаптар. Бұл осындай арнайы стандарттар болып. Осы стандарттарда барлық ақпараттық қауіпсіздік технологиялары сипатталған. Осы дәріс бойынша бекіту сұрақтары экранда көрсетілген. Танысып шығуларыңызға болады және осы сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Назарларыңызға рахмет.